Bir жылда 10 оқушы тәрбиелейтін адамды мұғалім дейік. 100 оқушы тәрбиелейтін адамды жетекші дейік. 1000 оқушы тәрбиелейтін адамды ұстаз дейік. Ал бір жылда 10 мың оқушы оқытатын адамды кім деп айтсақ дұрыс? Мен Ырысбек Мәуітұлы, Шинжаңда Көктоғай ауданында туылғанбыз. 2008 жылы осы Қазақстанға келдік. Қазақстанға келгеннен кейін Зерде деген мектепте жұмыс жасадым. Сол жерде халықаралық олимпиадаға дейін балалар шығардым. Кейін Зерделі ақыл ой дамыту орталығы деген орталық аштым 2014 жылдан бастап. Енді қазір мынау математика олимпиада жағынан 30-дан астам кітаптың авторымын. 50-ден астам халықаралық олимпиада жүлдегерлерін тәрбиеледім. Білім және ғылым министрлігінің 4 мәрте құрмет грамотасын алдым. Және үздік педагог 2017 атағын алдым. Сонымен қоса Қазақстанның білім саласындағы үздік қызметкер атағын алдым. Енді бұл Қазақстандағы осы білім саласындағы берілетін ең жоғары атақтар деп айтуға болады. Кейін 2014 жылы Зерделі ақыл ой дамыту орталығы деген, енді бізде болғанда Жажау Жыңшин дейміз ғой енді. Сондай орталық аштым. Қазір бүкіл республикада 21 бөлімшесі бар, 10 мыңнан астам оқушысы бар, 500-ден астам мұғалімдері, қызметкерлері бар. Сондай бір Қазақстандағы ең үлкен білім ордасына айналдық деп біз айта аламыз. Бұның барлығы біздің нәтиженің арқасы деп айтуға болады. 2014 ең алғаш ашқанда бір кішкентай дишаш дейміз ғой енді. Сондай жерден 120 квадрат метр жерден бастаған орталық бүгінгі күнде сондай республикаға танымал мықты орталықтардың біріне айналды. Жүңден жұмысшы ғой енді, ең мықты дарынды балалар қалған мектептерге. Сол жерге бала түсіру жағынан енді бізде керемет мықты нәтиже болды. Дарынды балалар қалған мектептерге. Сосын мынау енді Гаукау дейді, бізде ұлттық бірыңғай тестілеуден де біздің балаларымыз өте жоғары нәтиже көрсетіп, Назарбаев университеттеріне, шетелдің мықты университеттеріне соған түсу жағынан да керемет нәтижелер болды. Сондықтан біздің Зерделі Қазақстанға танымал бір енді мықты орталықтардың біріне айналды. Бүгінгі таңда біз тек қана орталық емес, Қазақстанда осы 5 мектеп ашып жатырмыз. Күзге дейін 10 мектепке жеткізсек деген жоспарымыз бар. Былайша айтқанда бұл мектеп сияқты қосымша білім беру Жажау Жыңшин емес, ол кәдімгі лицензиясы бар баланы оқытатын мемлекеттік мектептер сияқты сондай мектептер ашып жатырмыз. Ол да керемет өз нәтижесін көрсетіп жатыр. Назарбаев университетіне түсу жағынан да өте жақсы нәтижелер көрсетеді біздің келген оқушылар. Енді бір кездерде біздің орталықта 200-дің үстінде бала келіп оқитын, себебі олар бір жағы Қазақстанға келе қалғанда орта дейміз ғой енді бұлай. Орта табады, өзара бір-бірімен жаңадан келгенде енді балалар орысша сөйлеп жатса қиналады деген сияқты сондай біздің орталықтарға сөйтіп орта табу үшін де келетін балалар, сол балалар керемет нәтиже көрсетті деп біз айта аламыз. Жаңада айтылғандай әрбір университеттерге, шетелге, мықты университеттерге түсіп кеткен қаншалаған оқушыларымыз болды. Себебі біздің мынау Зерделі ақыл ой дамыту орталығында қазір мына болашақ бағдарламасымен бітіріп келген 10 шақты жігіт бар. Шетелдерге түсіру жағынан да, осы жағынан да біздің керемет болған себебіміз. Және математиктар жағынан да Жүңгіден келген басқа да сабақтардан беретін біраз азаматтар бар. Балалардың жанына жақын дейміз ғой, былайша айтқанда. Кейбір жерін қаншалап түсіндіріп жүретін сондай жағдайлар болады. Сондықтан енді өзімізден келген балалардың да өте керемет нәтижеге, жоғары жетістіктерге көрсетіп жатқан себептерінің бірі сол деп айта аламыз. Маған көптеген жас жігіттер, мен бір қарапайым халық оқытушысымын. Қайсем кәсіпкер болам, қайсем көбірек ақша табамын, қосымша не істейін, жол көрсетіңізші деп хабарласып жатады. Ал шындығында келсек, осы білім саласында, медицина саласында сондай бір мұғалімнен немесе дәрігерден шыққан өте ірі кәсіпкерлер бар. 2008 келдім, бірден келіп, жай мектеп емес, сол дарынды балалар алған мектепке кіріп кеттім да, былайша айтқанда 5-ші сыныптан, 5-ші класстан тестпен қабылдап алады.
сол мектепте жүріп халықаралық олимпиадаға дейін балалар шығарып кеттім. Ары қарай менде сұраныс бола бастады, жаңағы сізден келіп баламды оқытсам дейтін ата аналар өте көп болды. Сосын ары қарай жаңағы өзіміздің осы жүнгіден келген біраз азаматтар болды. Соның басын қосып осындай бір қосымша жаңағы білім беру орталығын Жажау жұмысшин ашсақ қалай болады деп ақылдасып, содан 2014 жылы осы жұмысты бастап кеттік. Жаңа мен айтқандай бір кішігірім жаңағы не дейміз 120 квадрат метр жерден бір 6-7 жігіт бастағанбыз. Өзім басында болдым және соның құрушысы былайша айтқанда өзім болдым. Міне бүгінгі таңда бүкіл республикадағы үлкен жаңағы неге айналып үлгірдік. Былайша айтқанда бұның барлығы сол табанет маңдайтердің сол кездерде мысалы халықаралық олимпиадаға балалар дайындау үшін мен күніне 3-4 сағат ұйықтап жүріп жұмыс жасаған күндер болды. Былайша айтқанда бір баланы халықаралық олимпиадаға шығардым, сол бала менің атағымды бүкіл Қазақстанға дүреткізді ғой былайша айтқан кезде. Сосын бүкіл ата-аналар маған келе бастады. Сосын ары қарай мен енді ол кезде бір бұл бизнес болады, не қылады деген ой болған жоқ. Өзіміздің жаңа Жүнгодан келіп қаншама қиналып жүретін балалардың бәрі ата-аналар маған іздеп келетін. Мектепке қалай берсек болады, қалай жаңағындай қай мектептерге берсек болады. Соның ішінде жаңа Назарбаев мектептері, ана білім инновациялистик, қазақ түркі лицейлері, анау мықты мектептер бар ғой енді. Соған бергісі келіп ақыл сұрайтын кісілер өте көп болды. Сол кезде де мен ешкімнен еш нәрсе дәметкем жоқ, не алғам жоқ, барлығына көмектестім. Барынша ақыл кеңесімді беріп отырдым. Содан соны жаңағы өзіміздің бір оқытуға, осы балаларға көмектессем деген идеядан бастап кеттік. Бірақ бизнес болып кеткенін қазір енді бүкіл Қазақстанға танылған үлкен бір бизнесмен болып кеткенімізді енді қазір біліп жүрміз деп айтуға болады. Соның барлығы жаңағындай бір халыққа ана қиналып жүрген, өзіміз келгенде қаншама қиналдық, келіп алып жаңағы әріп білмейміз, орысша білмейміз, сөйтіп қиналған сәттерімнен енді жаңа келген кісілерге көмектессем деген мақсатпенен және өзіміздің осы Қазақстандағы оқи алмай жүрген балаларға дұрыс көмектессем деген мақсатпен туылған болатын. Өмір жолымыздың өзі енді арттағы біздің ұрпақтарға үлгі болатынына біз сенімдіміз. Шын мағыналы жұмыс десеңіз, қарапайым қызмет орныңыздан пайдаланып, үлкен кәсіпкерге біртіндеп айналып кетуіңізге болады. Бұрын мен тегін оқытып жүретінмін, шақырған жерге барам, оқытып кетем, 100 мұғалім құрап қояды, 300 мұғалім құрап қояды, сол аудиторияға сабақ беріп жүрдім. Ал енді қазір не болып жатыр? Қазір мұғалімдер бір күндік, 2 күндік болмайды екен, бізге 1 апталық немесе 2 апталық кәдімгі курс өтіп кетіңізші деп, күні кеше ғана Түркістан облысында біз жаңағындай 300-ден астам мұғалімге ақылы былайша айтқанда курс оқытып келдік, мұғалімдерді оқытып келдік. Сондықтан тек қазір оқушыны ғана оқытып жатқанымыз жоқ, біз осы сұраныс бойынша ол жаққа облыстық жаңағы білім басқармалары, енді жауи дейміз ғой, сол сияқты мекемелерден қазір бізге ұсыныс түсіп, сол мұғалімдерді қазір бүкіл республикада аралап оқытып жүрмін. Астана қаласында мысалы көп кісілер біледі, бином мектептері деген желі қалыптасты. Қазір керемет мектептердің жүйесі. Қазір 5 бином мектебі ашылды. Сол бір бином мектебінің өзінде 4000-нің үстінде оқушы оқиды. Сол бүкіл бином мектептерінің мұғалімдерін оқытып шықтық бізге. Алматыдағы Шоқан мектебі бар, мысалы жаңағы Тасмағамбетовтің күйеу баласы ашқан, енді Алматыдағы ең мықты жеке мектептердің бірі ғой. Сол мектептің мұғалімдерін оқытып шықтық, мысалы бүкіл жаңағы математикасын және бастауыш сынып мұғалімдерін. Мынау 2019 пандемия жаңағы енді жұқпалы ауру тарамай тұрған кезде біз онлайн оқытуды бастап кеткенбіз. 2018 жылы Дүниежүзі қазақтар қауымдастығымен және отандастар қорымен бірлесіп шетелдегі қазақтарға қазақ тілінен сабақ бере бастадық. Кейін жаңағы ауру тарап не болып кеткен кезде біз бірден онлайн оқуға көшіп кеттік. Басқа орталықтардың көп жабылып қалды сол кезде. Ал біз себебі дайын болдық, себебі біздің онлайн оқытуға деген мына қазіргі цифрлық заман ғой былайша айтқан кезде. Сол кезде біз барлық нәрсеміз дайын болды, платформамыз дайын болды, онлайн сабақ өтетін. Сосын біз сол кезде шетелдің ең озық технологиясымен жабдықталған жаңағы онлайн студия әкеп қойған болатынбыз. Ол студия қазір 2 студия тақта бар. Былайша айтқанда сенсорный, ол жерде жаңағындай қасқыр қуды, қоян қашты деген сияқты есептер болатын болса, кәрім қашып бара жатқан, қуып бара жатқан анимациялар жасауға болады.
қарама қарсы қозғалыс, бір бағытта қозғалыс десе соны баланың көз алдына көрсетуге болатындай, және тақтада кәдімгі жазу жазып тұрған мұғалім көрініп тұратындай сондай тақта бізде енді жаңағы шетелдің ең озық технологиясымен жабдықталған. Ол осы біздің Қазақстан бойынша біздің зерделіде деп қазір мақтанышпен айта аламыз. Мұғалімдерді де жаңағы онлайн оқыту жағынан жұмыс жасап жатырмыз. Болашақта осы нәрсенің жеңетіні түсінікті. Қазір бізде 3-ші платформа жасалды. Былайша айтқанда зерделі ап деген платформа. Ол жақта бала үйінде отырып та оқи береді. Жаңағы видео сабақтар жаңағы сенсорный заманауи тақтада түсірілген. Сосын оның бүкіл тапсырмалары болады. Және балаларға мотивациялық жүйесі жасалған. Былайша айтқан кезде ана оқудан табысқа жеткен сайын ол онлайн өзінің жинаған ұпайы бойынша зат сатып алу мүмкіндігі болатындай сондай платформа жасалды. Былайша айтқанда ол 3 түрлі нәрсені біріктірген: онлайн, офлайн және өзіндігінен үйренуге арналған осы 3 оқыту жүйесін біріктірілген сондай бір заманауи платформа жасап жатырмыз. Мысалы, мынау біздің ағылшын тілінде жазылған оқулықтарымыз. Осы ағылшын тіліндегі оқулықтарда мына жерлерде мысалы жаңағы QR кодтар болады. Сол жерден жаңағы үйіне барғанда бала сол жерден кіріп кетіп, жаңағы оқыған сабақтарын қайталап көре алатындай мүмкіндіктер сол платформа арқылы кіріп онлайн оқи алады. Сол енді ары қарайғы жоспарымыз біз тек қана жаңа Қазақстанда ғана емес, зерделі халықаралық мектебі деп аштық. Неге? Себебі біріншіден бізде қазір халықаралық университеттермен байланысымыз бар. Қазір енді бұрынғы сияқты емес, қызметкерлер шығып жатыр ғой. Оларды да біз арқылы шығып жатыр. Мысалы, шетелдің Англиядағы университеттер бар, мынау басқа да мықты университеттер бар. Жаңа болашақ бағдарламасынан бітірген біраз азаматтар бар дедік қой. Сол сияқты сол халықарадағы мықты жаңағы мектептеріміздің жүйесін құру тек Қазақстанда ғана емес. Екіншісі, болашақта жаңағы университет деңгейіне дейін жету. Шетел деген мықты университеттерді өздеріңіз жақсы білесіздер. Алғаш рет осындай бір кішігірім жаңағы жеке бір орталықтардан басталған үлкен университет дәрежесіне жеткен. Сол сияқты біз де сол керемет Қазақстандағы мектептер жүйесін және халықарадағы мектептер жүйесін сонымен қатар сол университет деңгейіне дейін жетсек деген мақсаттарымыз бар. Біз Ырысбек ағамыздың Ыбырай Алтынсарин сияқты қазақтың білім ғылымының шамын жаққан ұлы тұлғаға айналуын, тіпті де үлкен ағартушыға айналып, өзінің арман белестерін бағындырып, зерделіні бүкіл әлемге танымал университеттердің қатарына қосуын үміт етеміз, тілектеспіз.